Барлықтарыңыз қош келдіңіздер бүгінгі онлайн вебинар бөлмесіндегі қатысушылар. Барлықтарыңызға тек қана сәттілік, жақсылық тілеймін. Бүгінгі тақырыбымызды бастайық. Бүгінгі негізгі соңғы кездегі жаңалықтар өте көп. Сондықтан асықпай тоқталып барымша түсіндіруге тырысамын. Мен қазір білгім келіп отқаны, арамызда жаңадан адамдар бар ма екен? Бүгін бірінші рет қосылып отқан немесе бизнестер тек қана алғашқы қадам жасап отқан адамдар болса, білгім келеді. Бір санымен белгі беріңіздер. Так, Назерке бар екен арамызда. Тағы да жаңадан келген адамдар бар ма екен? Болса, бүгінгі тақырыпты мұқият зейін қойып тыңдап алуларыңызды сұраймын. Неге десеңіз, жаңалықтар өте көп. Бізде соңғы жаңалықтар, сондықтан оның бәрін игеріп алу мүмкін емес. Сондықтан барлықтарыңызға мұқият қойып тыңдасаңыздар, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, кейін осы вебинардың артында сұрақтарыңызды қоюға болады. Болмаса, өздеріңіз шақырған адамдардан толықтай ақпарат аласыздар. Сондықтан бүгінгі тақырыбымызды бастайық. Негізгі біздің бизнес, мен клейде айтам, біздің бизнес негізі ақша жайында емес, бизнес жайында емес, біздің бизнес негізі философия деп. Себебі біздің бизнестің қағидасы мен алға қойған мақсаттары өте үлкен. Сондықтан бұл жерде үлкен философия жатыр. Әлемнің жаңа экономика эволюция дегеніміздің өзі келешекте осы әлемдік ақша бөлісіндегі теңсіздікті жою біздің негізгі мақсатымыз. Оны біз қалай ғана жоя аламыз? Біз ол үшін адамдардың сауаттылығын, финанстық сауаттылығын арттыру арқылы және оларды қандай да бір өндіріс саласына, табысты өндіріс саласына иегерету арқылы, біз олардың финанстық жағдайын дұрыстау арқылы біз әлемдегі үлкен өзгеріс әкеле аламыз. Сондықтан осы бизнеске жаңадан келіп жатқан адамдар, жаңа қадам басып жатқан адамдарға айтарым, толықтай осы зейін қарап, осы біздің бизнесті зерттесеңіздер, әлемнің жаңа экономика эволюциясы не екенін сіздер кейін түсінетін боласыздар. Бұл жер бұл үлкен бизнес, үлкен жоба, сондықтан барлықтарыңызға мұқият болғанды қалаймын. Так. Енді бүгінгі кесте бойынша келетін болсақ, бізде сабақтар күнде өтіп тұрады. Негізгі бізде сейсенбі мен бейсенбіде сабақ өтеді. Осылай бүгінгідей оқу сабақтары сағат 11-де болады. Сейсенбі күні қазақша болса, бейсенбі күні орысшасы болады. Сосын бізде кешке күнде сағат 8-де қазақша және орысша осы жоба туралы ақпараттар беріп отырамыз. Сенбі күні компания өткізеді, оны өз кабинеттер арқылы қараймыз. Сондықтан шағын хабарлама, кімде-кім бизнесті жаңадан бастап жатыр, алғашқы қадам жасап, осы сабақтарды жібермеулеріңізді сұраймын. Енді өзіме қысқаша тоқталатын болса, менің есімім Батырқожа, фамилиям Нұрмұханов, осы жерде мен тұрақты инвестормын. Өзіміздің жоба бойынша топ-менеджер болам, және мастер пропи тренингінің түлегімін, және осы Жезқазған қаласындағы аймақта кеңсенің өкілімін. Осы бизнесті саналы түрде бар шын ықыласымен, ниетімен осы бизнесті құрып жүрмін. Енді бізге келетін болса, кім біз? Неми деген екен білгіміз келсе, жаңа айтып кеттік қой, неми деген әлемдік жаңа экономика эволюция деп. Оның негізгі мақсаты бізде болашақта үлкен финанстық тұрғыда ақша бөлісіндегі үлкен өзгеріс әкелу. Негізгі біздің алға қойған мақсаттардың ішінде ол өркендеу, өсу, біздің қоғамның және оның денсаулығы дейміз ғой. Сонымен қатар үлкен өнеркәсіп орындарының бір жағынан тұтынушы болсақ, тұтынушы ретінде екінші жағынан соның үлескері бола аламыз. Негізгі былай күнделікті өмірге қарасақ, біз бәріміз тұтынушы болып есептелінеміз. Өздеріңіз ойлап қараңыздар, біз тұтынушы ретінде күнделікті тұтыну арқылы біз өзіміздің бизнес саласына біз көмек көрсету арқылы әрбір айдың аяғында біз өзіміздің үлесімізді алып отырсақ, қандай жақсы болар еді. Біздің негізгі мақсатымыз келешекте солай. Біз бәріміз негізі тұтынушы болып есептелеміз, тұтынушы қауымдастығымыз. Және егер болу арқылы біз келешекте өзіміздің бизнесті өркендету арқылы сол бизнесті өркендегеннен кейін, сол өркендеген бизнесімізден өзіміздің үлесімізді өзіміздің алып отыру үшін алып отырамыз.
Бұндағы тағы біздің алға қойған мақсатымыз ай сайын бізге манағы кәсіби бонус түсіріп отыру керек. Түсу мана кәсіби бонус дегеніміз пропи бонус дейді. Ол да мана бізге түсетін табыс көздерінің бірі. Негізгі үлкен біздің мақсатымыз келешекте біздің қатарымызда 1 миллиард пен 1 миллиард пен 3 миллиардтың аралығындағы осы тұтынушыларды келешекте қатарымызға қосу. Ол дегеніміз осы жер шарындағы 15-20% адамдарды осы біздің әлемдік жаңа экономик эволюция қатарына әкелу. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз олардың келешекте біздің қатарымыздың көбеюіне байланысты әлемдік тұрғыда алғанда 15-25% дегеніміз ол 1 миллиард пен 3 миллиардтың аралығында адамдардың қатарымызға қосылуы біз келешекте әлемдік тұрғыда қандай да бір өзгеріс, қандай да бір жақсы жағдай болатын болса, соның бәрін біз өз қолымызбен өзгертуге үлкен мүмкіндік береді. Енді соңғы жаңалықтарға келейік. Негізгі тақырып бүгінгі манағы дата майнинг деп аталады, және манағы цифровой двойник деп аталады. Немесе мана цифрланған біздің сыңарымыз. Кеше 15 июльде бізде осы алғашқы қадамды бастадық. Осы жобаны жіберу жайында. Дата майнинг дегеніміз не? Енді бүгінгі жаңадан келген адамдарға айтарым, мен мұқият тыңдап алыңыздар. Дата майнинг деген ол мана өндіру немесе табу деген мағына береді, майнинг деген. Бұл жердегі мана соңғы кезде біз құлақ қағыс болып жүрген криптоэкономика саласында біз білеміз, мана криптовалюта тұрғыда алғанда осы майнинг деген естіп атамыз, майнер деп естіп атамыз. Мана неге десең, қандай да бір аппарат жүйелерін қою арқылы олар сол цифрланған активтерді үйлерінде отырып, немесе қандай да бір ферма ашып, соларды көбейтіп майнинг етеді. Соны майнинг деп естиміз. Мына жерде соған ұқсас манағы майнинг деген сөз біз адамдарды тіркеу арқылы, адамдарды көбейту, қатарымызды көбейту арқылы майнинг етеміз. Дата майнингтің негізгі мақсаты бұл әлеуметтік желі, біз бәріміз білеміз, біз қазір көп қолданып жүргеніміз әлеуметтік желіде отырамыз. Қандай да бір әлеуметтік желіні біз қолданыста ұстап жүрміз. Біздің дата майнингтің мақсаты сол әлеуметтік желіні біздің қатарымызды көбейту, біз үшін жұмыс істеу. Себебі біз білеміз, егер де біз қолымыздағы әлеуметтік желіге қандай да бір уақыт бөліп кіретін болсақ, уақыттың қалай өткенін білмей қаламыз. Өте көп адамдардың уақытын алады. Егер де бізде шағын бизнесіміз немесе орташа бизнесіміз болса, қазіргі таңда біз білеміз сауданың қалай жылжитынын. Неге десең, көпшілігінде жарнама немесе клиенттік база дейді ғой, соларға қандай да бір жарнамалар жіберу, ол әлеуметтік желі арқылы жүріп отырады. Сонда өздерінің жарнамаларын енгізеді, қандай да бір жаңа товардың келгендерін бәрін енгізеді. Егер де мен мысалға бизнесмен ретінде осы әлеуметтік желімен жұмыс істеп, сол өзімнің бизнесімді жылжыту үшін жұмыс істейтін болсам, менің қаншама уақытым кетеді. Неге десең, әлеуметтік желі өте көп уақытты алады. Сондықтан көп бизнесмендер не істейді? Өздерінің уақыттарын білмеу үшін маркетинг компанияларды алып, соларға өздерінің рекламаларын, жарнамаларын шығартуға көмек сұрайды. Ол қандай да бір ақша тұрады. Және ондай компаниялар негізінен ол бизнес оныкі болмағаннан кейін, олардың қатты қызығушылығы жоқ, олар өздерінің тұрғысында жарнамалар істеу арқылы қандай да бір көмек істейді. Оның бәрі ақша тұрады. Сондықтан біздің негізгі қазіргі біздің дата майнингтің мақсаты, біз әрбір тұлға тұтынушы ретінде біздің әлеуметтік желіні осы дата майнингтің көмегімен біз қатарымызды көбейтеміз. Біздерге достар шақыратын әрбір желіге шығу арқылы біздің әлеуметтік желідегі қатарымызды көбейтеді. Бұның негізгі мақсаты бізде дата майнингтің осы, сіздер қандай да бір аккаунтыңыз болса, соған қосу арқылы. Ол жерде негізгі біздің мақсатымыз ол өзіміздің аккаунтымызда суреттер қою, немесе қандай да бір жаңалықтарды, немесе қай жерде бір қыдырып өзіңіздің сол аккаунттың жұмыс істеп тұрғанын көрсете білсеңіз болды. Қалған жұмыстың бәрін дата майнингтің өзі істейді. Тіркелгеннен кейін ол сіздің көмегіңізсіз өзі әлеуметтік желіге шығу арқылы, адамдармен танысу арқылы сіздің қатарыңызға достарыңызды, адамдардың сандарын көбейтіп отырады. Бұл негізгі біздің бірінші мақсатымыз. Осы қазіргі жобадағы дата майнингті шығаруымыз өзі бірнеше кезеңнен тұрады. Соның бірінші кезеңі осы дата майнинг біздің әлеуметтік желіміздегі қатарымызды көбейту. Келешекке жұмыс істеу деген сөз.
Енді бұл біздің бизнес саласындағы негізгі үш кезеңнен тұрады дедім ғой. Бұның бірінші кезеңі осы қазіргі жіберіп жатқан дата майнинг. Бұл жүйе келешекте біздің қазіргі таңда бізде LinkedIn деген Америка құрама штатында бізге чат қосылып отыр. Ол өте деловой чат дейді. Ол жерде үлкен жұмыс орындағы үлкен қандай да бір дәрежедегі адамдар отырғаннан кейін ол жерде үлкен деловой чат болып есептеледі. Біздің алғашқы қосылғанымыз осы LinkedIn қазіргі таңда. Келешекте осы жақын арада біз Facebook'ты қосамыз. Сондықтан әр уақыт өткен сайын бізде әр әлеуметтік желі бізге қосылып отырады. Сол әрбір желіден сіздің аккаунтыңызға адамдарды қатарыңызды толтырып отырады. Екінші келесі кезеңде тұрған бізде цифрланған сыңарымыз деп айттық қой, цифровой двойник деп. Цифровой двойник дегеніміз не? Ол біздің цифрланған сыңарымыз. Ол толықтай бізді зерттеу арқылы біздің мінез құлқымызды, біздің сөйлеу мәнерімізді, соның бәрін өзіне алу арқылы ол сіздің атыңыздан ертең ол да әлеуметтік желіге шығу арқылы өзінің жұмысын атқарады. Келесі кезеңде тұрғаны ақылды маркетплейс дейміз. Осының бәрі жүйелі түрде бәрі бірге жұмыс істейтін нәрселер. Сондықтан кезең-кезеңмен осы жобаларды біз іске қосып отырамыз. Айтып отқан бірінші дата майнинг жобасы болса, келесі кезекте бізде сыңарланған біздің цифрланған сыңарымыз тұр. Дата майнинг и жаңа экономикалық әлемдік экономикалық эволюция дедік қой. Екеуінің бірігіп отқаны не? Негізгі бұл жоба қалай келді? Осы дата майнинг сыңарланған біздің цифрланған сыңарымызды шығарушылар негізі көп уақыт осы біздің жобаны сыртымыздан бақылап жүрген екен. Олар өздерінің айтуы бойынша 3 жылдай уақыт болған. Осы 17 жылдан бері осы жобалармен айналысады екен. Соның ішінде 3 жылдай бүкіл интернет жүйесінде мониторинг етіп, өздеріне серіктестік іздеген екен. Соның ішінде соңғы 1 жыл жарымда біздің жобаның жұмыс істеу бағытын бәрін зерттеу арқылы қазір бізге осы серіктестікке келіп отыр 50%-да 50% болып. Олардың айтуынша біздің жоба өте үлкен болашағы бар жоғарыда, және соңғы әлемдік өзгерістерге біз өте көп көңіл бөлеміз. Айтып отыр ғой, инновациялық жобалар деп. Соның қандай да бір әлемде инновациялық жаңа осы дәуірге сай қазіргі сандықталған экономикасы қандай да бір жоба болса, соның бәрін біз өзіміздің портфелімізге алып жатыр. Соның ішіндегі айтайын дегенім, мына жерде көріп тұрсыздар, слайдта VIP деп тұр. Біздің жобада VIP клуб ашылды. VIP клуб деген өздеріңіз білесіздер, бұл таңдаулы немесе эксклюзив дейді. Қай жерде бір салада жүрсек деп VIP дегенді құлағымыз естісе, оларға қандай да бір ерекше қарайды. Сондықтан біздің өзіміздің жобада VIP клуб дегеніміз, ол да бізде таңдаулы ерекше деген адамдар. Себебі сіздер егер VIP клубтың мүшесі болсаңыздар, осы бизнес жобасында қандай да бір ұсыныстар болса, соның бәріне қолжетімді болады сіздерге. Жеңілдіктер берілсе де, или қандай да бір бизнес құралдары келетін болса, ең бірінші осы VIP клуб мүшелеріне ұсыныс беріледі. Бұл жердегі негізгі біздің компанияның негізгі мақсаты бұл серіктестік қауымдастығын құру. Және бұл біздің портфелімізге жаңадан қосылып отқан бір бағыттың бірі. Ол не әкеледі бізге? Ол біздің портфелдің үлкейтуіне, оның табысты болуына әкеледі. Және бұл жердегі біздің көп деңгейлі краудинвестинг жүйесіндегі эксклюзивтік бизнес инструменттерді қосу. Эксклюзивный продукт дейді ғой. Себебі бұл біздің дата майнинг дегеніміз, бұл да эксклюзив болып есептеледі. Себебі бұл әлемде бірінші рет қолданылып отырған нәрсе. Негізгі осы 3 жобаны алатын болсақ, дата майнинг сыңарланған біздің цифрланған біздің сыңарымызды алсақ, және ақылды маркетплейсті алатын болсақ, бұлардың бәрі қазіргі таңда әлемде алғашқы қолданылып отыр. Бірінші болып біз қолданып отыр. Сондықтан негізгі
қазіргі таңдағы негізгі бірінші орында тұрған мәселе не? Ол сауда мәселесі. Себебі қандай да бизнес жақсы тұрғыда өркендеу үшін оған тұрақты түрдегі үлкен сауда көлемі керек. Оның бәрі неге әкеледі? Оның бәрі әкеледі, сауда мәселесі қандай да бір бизнестің өсуіне әкеледі. Енді қазіргі таңда біз көріп отырық, қазіргі жағдайды көріп отырық. Міне карантин болып жатыр. Қазіргі жағдайға байланысты қаншама бизнестер қазір жабық тұр, бизнес көздері. Енді біз білеміз, келешекте осы мәселе шешілгеннен кейін қандай да бір бизнес саласы өз орнына келе алмайды, өздерін көтере алмайды. Себебі қазірден бастап олар қарызға кіріп жатыр, көптеген қиындықтар көріп жатыр да. И осы тұрғыда алғанда көптеген бизнес саласы қазір үлкен өзгеріске келеді. Кімде-кім алғыр бизнесмендер болса, олар интернет жүйесіне көшіп, өзінің қандай да бір бизнес көзін қазір жартылай болсын, толықтай болсын, интернет саласына көшіріп жатыр. Себебі қазіргі жағдайда көп бизнестер тоқтап қалды. Соның көбісі ертең қайттан бизнес қатарына қосыла алмайды. Сондықтан үлкен өзгерістер бізде алда келе жатыр. Күн сайын өткен сайын бізде қай жүйе, қай бизнес бізде өркендеп дамып келе жатыр. Ол интернет жүйесіндегі бизнестер, және соңғы біздер көп естіп жүрген, және көбіміз білмейтін, ол криптоэкономика саласында көп өзгерістер келе жатыр. Бірақ егер осылай келешекке алып қарайтын болсақ, Андрей Федорович Хавратовтың айтуы бойынша, бұлай қарап отырсаңыздар, интернет жүйесі жер бетіндегі 3 жыл интернет жүйесі жер бетіндегі 5 жылдық бизнесті айырбастайды екен. Криптоэкономика саласына келсек, бір күндік криптоэкономика саласындағы бизнес 3 жыл интернет бизнесті айырбастайды екен. Сондықтан осы жердегі жылдамдықты көріп отырсыздар. Сондықтан ең басты мен сіздерге құттықтайтыным, сіздерге осы бизнес жобасын таңдасаңыздар, ең алғашқы айтарым, мен сіздерді үлкен осы жобамен құттықтаймын. Себебі бізде қай жобада қай бизнес саласын алсақ та, соның бәрі бізде дамып жетіліп жатыр. Соның ішіндегі соңғы кездегі криптоэкономика саласы бізде осы карантин кезінде үлкен жетістікке жетті. Оны қазір алда уақытта айтам. Сонымен қатар бізде бұл жердегі қосымша бізге қосылып отқан бұл бизнес құралы. Себебі кімде-кім келешекте өзімнің әлеуметтік желімді үлкейтем, дамытам, осы тұрғыда үйреніп жұмыс істеймін десе, онда сізге дата майнингті алуға болады. Себебі бұл айтып отырмын ғой, кезеңдік бизнес. Дата майнингті алу арқылы сіз не істейсіз? Сіз өзіңіздің әлеуметтік желідегі қатарыңызды көбейтесіз. Ол келешекте сізге табыс көзін әкеледі деген сөз. Бұл жерде өте көп табыс көздері. Егер де сіздің аккаунтыңыздағы адамның саны өте көп болатын болса, келешекте сіз компанияға жалға беру арқылы сіз бір табыс көзін көресіз. Одан кейін келешекте сіздің әлеуметтік желі арқылы қандай да бір жарнама өтіп, немесе қандай да бір товар өтетін болса, сол айналымнан түскен ақшадан сіз тағы да қосымша табыс көзін көресіз. Бұның болашағы өте үлкен. Егер де біз өмірімізде алайық да, алғашқы сотовый телефонды айтамыз ғой, сенсорный деп. Алғашқысында көп нәрсесінің функцияларын білмейтінбіз. Қазір үйреніп алдық, оны ойланбастан істейміз. Немесе мен көбісіне өзім офиста отырғанда үлкен кісілер келгенде айтамын, естеріңізге түсіріңдерші, алғашқы банковский картаны сіздер алғандарыңыз, алғашқы ақшаларыңызды алғанда қолдарыңыз қалтырап, дірілдеп, қорқып, қалай пин-кодты теруін білмей, жастау адамдар болса, солардан көмек сұрап, солай қорқатын дәрежеде болдыңыздар. Қазір сіздер ойланбастан ақшаны аудара да аласыз, банкоматтан шеше де аласыз, ойланбайсыздар көрі. Әр нәрсе уақытымен. Мына дата майнинг, біздегі дата майнингте солай. Қазір бізге көп нәрсе түсініксіз, қорқынышты болғанмен, ертең бір жылдан кейін біз қолданыста болғаннан кейін, біз бұның пайдасын көріп отқанда біз ешқандай ойланбаймыз. Біздің өмірімізде болатын болады. Сондықтан әрбір келе жатқан жаңалық бізге басында қорқынышты, түсініксіз болып келеді. Кейін біздің өмірімізге кіргеннен кейін біз ол нәрсені ойланбастан істейміз. Сондықтан біздің қазіргі алғашқы осы, бұл да бір біздің бизнес құралы, келешекте үлкен бұның артында үлкен табыс тұр. Сондықтан ойланып, егер келешекте осы салада өзімнің бизнесімді өркендетем десеңіз, сіздерге қазір алып осы саланы дамытуға болады. Бұл жердегі ең басты дата майнингтің бірі өзіңіздің аккаунтыңызды, өзіңіздің брендіңізді өркейту.
соны көрсету, сонымен жұмыс істеу, үйрену, неғұрлым сіздің мана аккаунтыңыз тартымды болса, адамды қызықтыратын болса, соғұрлым адамдар сіздің аккаунтыңызға тартылып тіркелетін болады. И дата майнингке де мана жұмыс істеуге өте оңай болады. Неге десеңіз, ол сіздің атыңыздан шыққаннан кейін сіздің брендіңізді ол мана жарнамаға шығарады. Сіз жайында таныстырады, сіздің атыңыздан сөйлейді. Сол арқылы мана оны сіздің қатарыңызға мана жолдас ретінде шақыру арқылы сіздің қатарыңызды көбейтіп отырады. Бұл дегеніміз мана жаңа технологиялық және алдағы уақытта үлкен бізге деген өте көмегі бар үлкен жобалардың бірі болып есептелінеді. И жаңа айтып кеткен екінші мана бізде кезеңде тұрған мана біздің цифрланған сыңарымыз. Ол не біледі? Ол бір мезетте он мыңдаған адаммен әлеуметтік желіде сөйлесе алады, шыға алады, солармен таныса алады. Олармен танысып сөйлесу арқылы және бұл жерде танысқанда өте орынды, олардың мана қатты қинамай, мәдени түрде сөйлесу арқылы оларға мана өзінің бірге жұмыс істеуіне шақырады. Келешекте бұл мана біздің цифрланған сыңарымыздың тағы бір білетін нәрсесі, ол қандай да бір мана товарды немесе қандай да бір услуг болса, соны сіздің аккаунттарыңызға не сатуға, не жылжытуға үлкен мүмкіндік береді. Сонымен қатар біз енді қазір осы бизнесте жүргеннен кейін біздің қатарымызға мана осы бизнеске шақыру арқылы біздің мана инвестор бизнес қатарын көбейтуге көптеген көмегін тигізеді. Сонымен қатар біздің мана үлкен командамызға үлкен жігерлендіру бере алады. Мотивация дейміз ғой, солардың жұмыс бизнеске деген қабілеттігін арту арқылы оларға жігер күш қайрат беріп отырады. Сосын бұл жердегі ең мана мықтысы, ең бізге тартымдысы, ол ешқашанда ұйықтамайды. Сізден отпускіде сұрамайды, сізден манағы тамақта сұрамайды, демалмайды, қосымша айлықта сұрамайды. Ол өзінің жұмысын істей береді. Сіз ұйықтап атсаңыз да, ол өзі жұмыс істеу арқылы сіздің қалтаңызды толтырып отырады. Қандай керемет. Енді манағы әлеуметтік желіге үңілетін болсақ, біз білеміз манағы көптеген қазіргі таңда бәрімізде манағы әлеуметтік желіде отырамыз. Көбісі манағы Instagram дейді, WhatsApp дейді, Facebook дейді, болмаса ВК дейді. Қандай да бір әлеуметтік желіде отырып, көптеген адамдармен байланыста отырамыз. Таныстарымыз бар, жолдастарымыз бар, немесе қандай да бір өзіміздің ұсыныстарымыз бар, сол арқылы тек қана әлеуметтік желіні қолданамыз. Негізгі қазіргі таңда қарап отырсаңыз, сауда мәселесінде де көп үлкен өзгерістер келді. Егер біз алғашқы естеріңізде болса, кеңес үкіметі құлағаннан кейін бізде тауарларда тапшылық болды өте. Адамдарда ақша болды да, бірақ тауар болған жоқ. Сонда қандай да бір тауар болатын болса, іздеп жүріп тауып алатын. Одан кейін сапасыз товарлар келді. Оған да адамдар үйренді. Сөйтіп біріндеп бізде сауда мәселесі үлкен жолға қойылып, қазіргі таңда бізде товардың қандай да түрі болса, жеткілікті ақшаңыз болса болды. Одан кейін 90-шы жылдарда білеміз, көп деңгейдегі жүйелі бизнес салалары келді. Алғашқы кіргендер біздің Қазақстанға Гербалайф келді, тағы да көптеген компаниялар келді. Олар тікелей сауда болғаннан кейін өнеркәсіп орнына келе жұмыс істеп отқан орындарына келіп, міне товарларын шығарып, бүгін мынандай бізде акция жүріп жатыр, мынандай жеңілдіктер беріліп жатыр деп адамдарға ұсыныс жасайтын. Бас кезінде товар тапшылығын адамдар оларға үйреніп, ыңғайлы болғанмен, қазіргі таңда адамдар ол салаға басқаша қарайды. Неге десең, адамдар шаршап кетті адам. Келіп, міне қазір алшы, қазір мынандай болады деген адамдарға қазіргі таңда қызық емес те, оларға көп жағынан ұнамайды. Жақында мен көшеде келе жатып бір танысымды кездестірдім. Соны амандасып жатсам, нәрселер орындыққа қойып, жынданып тұр екен. Сол не болды деп сұрасам айтады. Біреу звондап жатыр, қоңырау шалып дейді. Соны ойлаған бір туыстарым ба, или біреу звондамады десем, осыдан бір ай бұрын бір жерде әтір сатып алғам дейді.
Енді қазір күнде звондап қоймайды дейді, мені мазалап, бүгін мынандай скидка жүріп жатыр, мынандай скидка деп, уже мені шаршатып жіберді дейді. Былай қарасаң, шындығында адамдар қазір сондай сауда жүйесінен өте шаршап кетті көптеген тұрғыда. Қазіргі таңда тренд дейді ғой, негізгі сауда қалай жүріп жатыр? Әлеуметтік желіде бір-біріне тіркелу арқылы, бір-біріне қарым-қатынас жасау арқылы олар достық мәселесіне шейін жетеді. Бір-біріне еттер үйренгенде кім немен айналысады, әлеуметтік желіде өзінің айналысады, немесе қандай да бір товармен айналысатын болса, немесе қандай да бір қазіргі таңда көп қой ұсыныстар. Сол бір-біріне ұсыну арқылы әлеуметтік желідегі сауда қазір тренд болып тұр. Неге десеңіз, ол лояльный саудада бір-біріне қатты кедергі істемейді, бір-бірінің мазасын алмай, бір-бірімен сөйлесіп, танысып, бір-бірін білісу арқылы адам арасындағы өзара сауда жүріп жатыр. Біздің негізгі қазіргі алға қойып отқан осы біздің дата майнинг, сыңарланған біздің цифрланған сыңарымыздың ақылды маркетплейстің жүйесі келешекте адамдарға осы әлеуметтік желіде олардың ешқандай қиындық тудырмай, олардың мазаламай, бірінші қатарымызды көбейді, кейін солармен байланыста болу арқылы, оларды досқа дейін әкелу арқылы, кейін осы жүйе арқылы бізде қандай да бір товар немесе услугты жылжыту. Соның арқасында біз осы бизнес құралын ұстап отқаннан кейін сол жылжымалы саудадан біз өзіміздің табыс көздерін көре аламыз. Вот негізгі біздің мақсатымыз осы. Қазіргі жаңа сауда мәселесіндегі осы туындап тұрған өте үлкен кедергілер, қазіргі адамдар тікелей сондай саудалардан шаршап кетті. Неге десеңіз, кино көріп отырсаңыз да қайта-қайта жарнама шыға бергенде сіздер жынданасыздар. Адамдар осыдан шаршады. Сондықтан біз қазіргі жоғары таңдағы мәселе осы бизнестің жаңа түрі, қатарымызды көбейту, оны дос, жолдас қылу арқылы оларды мазаламай, мәдени түрде осы сауда мәселесін жылжыту. Соның арқасында ақша табу болып табылады. Бірден бір біздің негізгі осы бизнестің қағидасы. Сондықтан келешекте біз мына жерде көріп отқан Facebook, ВК бүкілі біртіндеп біздің жүйеге қосылып отырады. Мына жерде тағы да айтып кететін, біздің цифрланған сыңарымыз не істей алады дейді. Олар мыңдаған айтып кеттік қой, 10 мыңдаған адаммен бір мезгілде бірнеше әлеуметтік желіде адамдармен сөйлесе алады, олармен таныса алады. Соларды бірге жұмыс істеуге шақыру арқылы біздің қатарымызды көбейтеді. Сондықтан бұл біз адамзат баласын алатын болсақ, физикалық тұрғыда біз бір мезгілде ондай жұмыстарды істей алмаймыз. Біз бір ғана жүйеде отырсақ, сол бір ғана адаммен сөйлесіп отырсақ, одан артық біз келесі адаммен сөйлесе алмаймыз. Мына ақылды технологияның мүмкіндігі бұл бір мезетте соның бәрін істей алады. Сондықтан бұл жердегі жылдамдық деген өте жоғары. Енді қазіргі таңда айтып кеттік қой, бізде дата майнинг қазіргі таңда бізде алғашқы қадамын жасады, уже сатылым басталды. Өткенде 15-нен басталған, содан бері қазір осы дата майнинг сатылып жатыр әлемдік тұрғыда. Енді бұл жерде қазіргі таңдағы мен тарифтік құнын айтып кетейін. 1 августтен 7 августке дейін бізде ең бастысы бизнес тарифы бізге жеңілдіктер беріп тұр. Бірінші бізде тарифның базы базовый тариф деп аталады. Ол алғашқы үйренем, көрем деген адамдарға тиімді да. Оның құны 100 юнит тұрады, яғни $100 тұрады. Соны сатып алып, алғашқы қадамыңызды бастап үйренуге болады. Егер кейін бизнесті ары қарай үлкейтуге, мүмкіндігін үлкейткіңіз келсе, онда келесі тарифтің айырмашылығын ғана төлеу арқылы сіз келесі тарифқа көше аласыз. Және бұл бізде лицензия болып есептелінеді. Сіз осы дата майнингтің лицензиясын өміріңізде бір-ақ рет қана сатып аласыз. Қайта-қайта айлық төлем жоқ, қайта-қайта төлем жоқ. Бір-ақ рет сатып аласыз да, өмір бойы қолдана аласыз. Егер семейный бизнеске келетін болсақ, ол қазіргі таңда 150 юнит тұрады. Бұл өзіңіздің семьяңыздағы адамдарды қатарыңызға қосу арқылы бір ғана лицензиямен семьяңызбен жұмыс істеуіңізге болады. Сол арқылы әр семьяңыздағы өзінің әлеуметтік желісіне
дата майнинг адамдарды қосып семьялық тұрғыда сіздің мана әлеуметтік желідегі қатарыңызды көбейтеді. Егер мен қазір көңіл бөлетініңіз мана бизнес тарифын айтқым келеді. Бүгінгі таңда 7 августқа шейін созылып отыр. Сіз 250 юнит тұратын бизнес тарифын сіз қазір бүгінгі таңда семейный сияқты 150 юнитке ала аласыз. Себебі бұл жерде 40% жеңілдік аласыз, және сонымен қатар сізге 260 криптоюнит балын береді сізге. Сосын ең жоғарғы тариф бұл жерде 500 деп аталады, 500 юнит тұрады. Бұлай мүмкіндігі жағынан алсақ, бизнес тарифпен 500-дік тариф екеуі бірдей мүмкіндігі жағынан. Бірақ бұл жерде біздің компанияның беретін жеңілдіктер мен мүмкіндіктері бұл жерде жоғарылау. Себебі сіз 500-ге алатын болсаңыз 2600 криптоюнит балын аласыз. Егер ақшалық тұрғыда есептейтін болсақ, бұл өте сіз үшін тиімді болып келеді. Себебі сіз өзіңіздің портфеліңізді 2600 криптоюнит балына көбейтесіз, және үлкен мүмкіндік аласыз. Бизнес тарифтің мүмкіндігі бұл жерде жылдамдық жағынан да өте жоғары, және адамдарды қатарға қосу санынан да мүмкіндіктері өте үлкен. Кейін бұл жерде 1 сентябрьден бастап уже баға өзгереді. Сондықтан қазір кім-кім келешекте өзімнің әлеуметтік желімді үлкейтемін, осы бизнес бағытында жұмыс істеймін, келешекте осыдан ақша табамын десеңіздер, қазіргі таңда алып қалу өте тиімді. Одан кейін баға өседі. Бұл жерде базовыйдың өзі 150 юнит болады, одан кейін семейный 250-ге ауысады, бизнес тариф 350 болады. Сондықтан қазір сізде үлкен мүмкіндіктер бар алып қалуға. Жаңа айтып кеттік қой, дата майнингтің негізгі мақсаты біздің әлеуметтік желідегі адамдардың санын көбейту деп. Мына жерде мысал келтіріп отыр, мен 1-2 мысал ғана келтіріп кетейін. Егер бірінші айда алатын болсақ, бірінші айда 1000 адам алса, 1000 адамнан әкелетін болса, уже 1 миллион адам болады екен. Әр әлеуметтік желіден. Соның 1%, егер де біздің жобаға келетін болса, ол 10 000 адамдай екен. 10 000 адамдай бізге клиент келеді. Сөйтіп келесі айда саны көбею арқылы көбейіп отырады. Енді соңғы несіне келетін болсақ, бізде 80 миллион біздің криптоюнит жобасындағы тұтынушы болуы мүмкін. Себебі ай сайын 1%-тен бізге қосылып отыр, сол келген адамдардың ішінде 1%-тен біздің жобаға қосылып отыр дегенде, 7-8 айдан кейін бізде 80 миллиондай осы біздің жобадағы тұтынушылар болуы мүмкін. Және біздің жолдастарымыз біздің базамызда 3 миллиардқа дейін адам келуі мүмкін. Сонда біздің негізгі айналымымыз криптоюнит жобасында 20 миллиард долларға дейін көтерілуі мүмкін. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз біздің табысымыздың өседі деген сөз. Сондықтан бұның болашағы өте үлкен. Сондықтан бұл үлкен жобалардың қатарына кіреді. Мына жерде тағы дата майнингке не қосып кете аламын? Жердегі біздің негізгі мақсатымыз бүкіл әлеуметтік желілерді біріктіру арқылы неғұрлым адамға келешекте көп пайдасын тигізу. Біз негізгі осы бизнестегі қағидасы. Сондықтан бұл жерде болашақта толықтай іске қосылғанда үлкен табыс көздері күтіп тұр. Даже осы жобаны шығарып отқан адамдардың өзінің айтуы бойынша, келешекте біз өзіміздің майнерларға, адамды көбейтетін адамдарға табысымыздың 80%-ын соларға бөлеміз, 20% компанияға келеді деп отыр. Ол үлкен табыс көзі деп ойлаймын. Екінші, біз бұл жерде біздің компаниямен бұл компания 50-де 50 серіктестік пайызда отырғаннан кейін біздің компанияда табыс өседі деген сөз. Екінші қосып кететін, жаңа мына жерде кішкене ғана мысал келтірдім ғой. Егер соңғы жаңалыққа жүгінетін болсақ, кеше біздегі сатылымнан бастап, оның ішінде де көбісі әлі қосып үлгерген жоқ. Мен өз басымда алсам, мен әлі өзім қосылған жоқпын. Мен қосып бәрін қосқан, бірақ кейін ашып қателік деген шығып, сосын мен жазғам саппортқа. Олар айтты, кішкене күте тұрыңыз, қазір
настройка істегеннен кейін қайттан қосасыз деп отыр. Сондықтан мен олардан мана хабар күтіп отырмын да. Менің Түркістандағы бір партнерім қосып, күніге 30-40 адам қосылып отыр дейді. Менің соңғы алған партнерім көбісі әлі қосыла қойған жоқ. Сондықтан кешегі мана соңғы жаңалық бойынша 1522 адамдай мана осы өздерінің дата майнинг қосқан екен. Сол 12 күннің ішінде біз өзіміздің қатарымызға 639.174 адам қосылған екен. Бұл деген өте үлкен жетістік. Басында біз айтқанда, бұл жобада ең алғашқы мана осы жоба жайында хабарламалар болғанда айтқан 1 миллиондай мана біз майнер ғана керек, одан артық керек емес деп. Себебі біздің адамның саны жер бетіндегі жетпейді деп. Одан кейін кішкене бертін келіп айттық, 500 адамдай ғана адамдарға береміз, сатылады бұл. Одан кейін бізге керек емес, одан кейін келесі келген адамдарға уже тіркейтін адам қалмай қалады деп. Енді кешегі жаңалықтан кейін айтып отыр, енді біз 100 мың ғана адамға сатылады бұл. Соның өзі жеткілікті жер бетіндегі адамның мана айтып отырық қой, 5 миллиардқа дейін адамды қосуға. Толықтай бүкіл жер бетіндегі адамдардың бәрі біздің мана осы жүйеде болады. Келешекте біз өзіміздің әлеуметтік ең әлемдегі ең үлкен әлеуметтік жүйемізді ашуға мүмкіндік береді. Сондықтан бұл жерде ең бастысы бүкіл әлеуметтік желілерді біріктіру арқылы, сол желідегі адамдарды біріктіру арқылы келешекте сол желі арқылы адамдарға көбірек пайда келу. Негізгі біздің мақсатымыз түсінікті болу үшін. Енді келесі тағы бір біз жоба дайындалып отыр. Бұл жерде YouGain дейді. YouGain деген бұл қалай айтсам екен, кәсіпкерлер мен тұтынушылар арасындағы тиімді қарым-қатынас деп айтуға болады қазақша айтқанда. Неге десеңіз, бұл жобаны қолдану арқылы бұл жерде тұтынушы да ұтады, кәсіпкер де ұтады. Үлкен бір-біріне деген көмек істеу арқылы, тұтынушы ретінде келсе, кәсіпкер бизнес иесінде келсе де өзарадағы жақсы қарым-қатынастың арқасында екеуі де бір жағынан бизнесмен өзінің бизнесін үлкейте алады, тұтынушыға не керек? Тұтынушы өзінің сұранысын толықтай ала алады. Қазір тағы бір жаңалық, веб-клубта біздегі кімде-кім мүшесі емес, соларға жеңілдік уақыты 2 августқа дейін, қазір 31 августқа дейін созылды. Ол дегеніміз не? Кімде-кім веб мүшесі болмаса да, өзінің қандай да бір бөліп төленіп жатқан ақпарат құралдары болса, соны төлеуіне және астындағы адамдар қандай да бір оқу құралдарын алатын болса, соларда проценттік маркетинг бойынша өзінің табысын табуға мүмкіндік береді. Егер де өзінің жеке кабинетіндегі босап жатқан криптонет балдары соны айырбасқа немесе көбейтуге, стейкингқа қоюға мүмкіндік бермейді. Ол үшін толықтай веб-клуб мүшесі болу керек. Қалған жағдайда 31 августқа шейін жеңілдіктер беріліп отыр, компания созып отыр. Сондықтан кімде-кім қазір веб-клубқа мүше болмай, қандай да бір бөліп төленетін өзінің ақпарат құралын алса, төлеуіне ай сайын мүмкіндіктер беріледі. Бұл жерде негізгі бүгінгі тақырып соңғы жаңалық бойынша дата майнинг болғаннан кейін мен YouGain системасына көп тоқталған жоқпын. Кеше Жәмила Жақыпова сабақ берді. Алдағы уақытта YouGain системасының өте көп оқу ақпарат құралдары беріледі. Бұл да өте үлкен жоба, сондықтан бұны да түсініп алу керек. Бұл жердегі жаңадан келген адамдар болса, көп нәрсе бүгін сіздерге түсініксіз. Неге десеңіз, бұл жерде құлаққа бірінші рет естіліп отқан терминдер көп. Сондықтан бұл жерде ең бастысы бизнеске келгеннен кейін бұны толықтай осы бизнес жобасын зерттеп, осыған үңіліп білуге тырысу керек та. Неге десең, айтып отырмын, бұл үлкен бизнес, бұл үлкен философия деп. Сондықтан жаңа алғашқы айтып кеткен дата майнинг, біздің цифрланған сыңарымыз, ақылды маркетплейс деп жатыр. Оның бәрі бізге қосымша бизнес құралдары болып табылады. Сіз мына бизнеске келгенде қандай да бір ақпарат құралын алатын болсаңыз, сіз осы біздің бизнес портфельдегі қандай бизнес жобасы бар, қандай бизнестің бағыты бар, соның бәріне үлескер боласыз. Сол жерден сіз өзіңіздің үлесіңізді алатын боласыз. Мынау қосымша табыс
көздері болғаннан кейін бұл өзіңіздің шешіміңізбен тағы если бизнес көздерін ұлғайтқыңыз келсе, сондай шешімге келсеңіз, сол шешімнен кейін барып өзіңіз тағы мына осы бизнес құралдарын алуыңызға мүмкіндік береді. Себебі біз инвестор болғаннан кейін біз не істеуіміз керек? Біздің санамыз, біздің ой өрісіміз инвесторлық тұрғыда өсу керек. Әрбір келе жатқан бизнес құралы бұл біздің портфеліміздегі келетін табыс көзінің санын көбейтеді деген сөз. Сондықтан сондай тұрғыдан қарау керек. Міне жаңа келген адамдарға айтарым, бүгінгі күнде қандай да бір бизнес пакет алатын болсаңыз, сіз осы біздің бизнес саласында қандай бизнес саласы бар, соның бәріне егер боласыз, портфельдегі бизнес саласына егер боласыз. Мына қосымша шығып жатқан бизнес құралдарын, ол өзіңіз қосымша көбейткіңіз келсеңіз, өзіңіздің шешіміңізбен алатын бизнес құралдары. Біздің портфельде бүкіл бизнес саласы бар. Және портфель дегеніміз не? Түсінікті болу үшін айтайын. Портфель дегеніміз ол келешекте өте маңызды нарықтық жүйесінде сұраныста болатын бизнес көздерінің бағыттарының бір жерге шоғырланғанын біз портфель деп атаймыз. Сондықтан біздің портфельдің ішінде жоқ емес нәрсенің бәрі бар. Сіздерге қазір бізде ұсыныстар өте көп, бизнес ұсыныстар. Мен күнде естіп жатамын, қандай да бір бизнес ұсыныстар, крипто саласында болсын, немесе көп деңгейлі бизнес жүйесінде болсын, жаңадан келіп ұсыныстар түсіп жатады. Мен барлықтарыңа айтар едім, қандай да бір ұсыныс сізде қазір түсетін болса, онда ол бір бағытта жұмыс істейтін бизнес салалары. Бұл бір ма? Екіншісі, сіз ол жерде егер емессіз. Үшінші, олар сіздерге ұсыныс жасайды, сіздердің ақшаңызды қандай да бір көлемде көбейтуге ғана ұсыныс жасайды. Болды. Сонымен тоқталады. Ол жерде басқа сізге әкелетін тиімді бизнес, әкелетін тиімді басқа пайдасы жоқ. 3-4 мәселені ғана әкеледі. Бізде сіз бір ғана салыммен оқу ақпарат құралдарын алу арқылы біздің портфельге егер боласыз. Соның үлескері болғаннан кейін сіз бұл портфельдің ішінде не бар, соның бәріне егерсіз. Бізде қазіргі таңда алатын болсақ, бізде инновациялық транспорт бар, алтын да бар, алтын өнімі де бар, алмаз өнімі де бар. Сонымен қатар бізде ресторан жүйесі де бар, жылжымайтын мүліктер де бар, біз бірнеше жерде бар бізде. Сонымен қатар бізде кино өнімі де бар, киноиндустрия дейміз Бұл бизнес саласында өте бір табысты жобаның бірі болып естіледі, бағыттың бірі болып. Бизнестегі біздегі үлескерлік бар, базальт жобасы бар. Сонымен қатар қазір біз негізгі өзіміздің финанстық тұрғыда салымды қазір біз ликвидтік бизнес саласына салып жатырмыз, 3-ші кварталдан бастап. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз күнделікті табыс әкелетін бизнес көздерін салып жатыр. Ол фонды нарығы дейміз, валюта нарығы дейміз, криптовалюта нарығы дейміз. Қазір біздің өзіміздің портфельдің 4/1-ін осы бизнес саласына салу арқылы біз қазір табыс көзін тез пропи болып істеп жатырмыз, соны тез арада біз түсіреміз деп отырмыз. Сондықтан соның бәріне сіз егерсіз. Мына қазіргі ұсыныс істеп отқандарымыз, ол өзіңіздің шешіміңіз бойынша тағы да мен осы портфельдегі бизнестен бөлек тағы да бизнес көздерін көбейтемін десеңіз, онда YouGain системасы бар, дата майнинг система, оны өзіңіздің шешіміңізбен қабылдайтындар. Енді өткенде біздің портфеліміз 460 миллион болған. Міне бір айдың көлемінде біздің портфельдің өсімі 474.759.618-ге көтеріліп отыр. Себебі бізде қазір алтын өнімі өте өсіп жатыр. Негізгі біздің қомақты бір салымыз, ол алтын жобасы болғаннан кейін, біздің алтынның құны өсуіне байланысты біздің портфелінде құны өсіп жатыр. Былай қарап отырсаңыз, бір айдың көлемінде 14 миллионға біз көбейген екенбіз. Егер есімізге салсақ, біз 19 жылы 30 мартта біз алғашқы қадам істегенде бізде портфельдің көлемі 12 миллион болған. Содан бастағанбыз. Қазір міне бір айда біз сол алғашқы портфелімізден де артық біздің портфеліміз өсіп отыр. Ол дегеніміз не? Біздің бизнес портфеліміздегі салған бизнес көздері өсіп жатыр. Оның бәрі келешекте сұраныста болатын бизнес көздері. Орысша айтқанда перспективный дейді ғой, өте маңызды, келешекте өте үлкен сұраныста болатын, көбісі инновациялық жаңа направлениеде, жаңа бағытта жұмыс істеп жатырмыз. Сондықтан бұл жердегі сіз инвестор ретінде осы портфельдің бәріне егерсіз. Енді келесі бір жаңалық айтып кететін, кеше бірінде біз жаңа кезеңге өттік.
жаңа кезеңге өттік. Ол дегеніміз не? Біздің манағы оқу ақпарат құралдарының тағы да қандай да бір көлемге қымбаттаған деген сөз. Біздің бизнесте алғашқы бірінші орында тұрған негізі ол оқу мәселесі. Ол манағы финанстық сауаттылық. Сондықтан ең біз маңызды көңіл бөлетініміз жаңадан келген адамдарға оқу дейміз. Осы ақпарат құралдарын сату арқылы сіз өздеріңізге қандай да бір көлемде ақпарат құралдарын алып, соны сіздер оқуларыңыз керек. Себебі бұл бизнестің артықшылығы басқа бизнеспен салыстыруға келмейді. Егер де мана бұл бизнестің ең негізгі құндылығы неде деп тұр бұл? Бұл манағы MLM жүйесі мен инвестиция жүйесінің бір-бірімен қосылу арқылы мана крауд инвестинг дейміз ғой. Бұл үлкен бізге мүмкіндік беріп отыр. Себебі сіз кішкене ғана салыммен сіз жұмыс істеп жүрсеңіз де манағы жалдамалы жұмысшы болсаңыз да кішкене ғана салыммен сіз инвестиция бөліміне өте аласыз. Ондай деген адамзат баласында бұрын болған мүмкіндік емес. Сондықтан сіз қарапайым адам ретінде инвестиция бөліміне өткеннен кейін сіз ол саланы сіз зерттеуіңіз керек, оқуыңыз керек. Ол дегеніміз өмірді қайттан бастаймыз деген сөз. Неге десеңіз, біз бұған дейін бір ғана жобамен ғана қалдық, бір ғана бағытпен ғана келдік. Ол не деген сөз? Ол қандай да бір манағы мамандыққа оқу, диплом алу, сол мамандықта жұмыс істеу, сосын өмір бойы мана өзімізге пенсия қорына жіберу арқылы келешекте өзіміздің мана қартайғанда өзіміздің пенсиямызбен қамтамасыз ету жайында бірақ қана программа. Ең мана жаманы, ең қиыны қазір сол жобаны біз балаларымызға ұсынып жатыр. Ол үлкен қателік. Себебі біз қазіргі таңда білеміз, даже қандай да бір дипломмен келсе де оған не оқу орны, не мемлекет жағынан да соның мамандығына жұмыс тауып беруге ешқандай жауапкершілікте жоқ. Ол адам өзі табу керек. Ол жұмысты табу қазіргі таңда қиын болып отыр. Біз білеміз, 1-2 диплом, 3 дипломмен жүріп қазір жүк тасушы болып жүрген, немесе қандай да бір таксист болып жүрген адамдарды білеміз. Сондықтан қазіргі таңда үлкен өзгерістер келді. Алдағы уақытта мына цифрланған біздің экономиканың келу жүйесінде және криптоэкономика келу жүйесінде адамдар 2-3 жылда өзінің жағдайын дұрыстап алуға мүмкіндік береді. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз қазіргі таңдағы ақпарат, информацияға ие болып отыру. Өзгерісті алдын ала көре білу керек. Егер бүгінгі таңда осы бизнеске қатысып отқан адамдарға айтар едім, сіз осы біздің бизнес жобасы арқылы сіз қазіргі таңда алдымызда не өзгеріс келе жатқан бәрін болжап көре алып отырасыз. Неге десеңіз, біздегі соңғы информациялардың бәрін алып отырамыз. Осы қандай да бір жаңадан бизнес жүйелері іске қосылып жатса, соның бәрін біз өзіміздің портфелімізге алып жатырмыз. Біздегі портфеліміздегі көп бизнес салаларының бәрі бұрын істелінбеген, бұған дейін ешкім істемеген нәрселерді істеп жатыр. Сондықтан бұл жерде біз алғашқы қадаммен үлкен өзгеріспен бастап жатыр. Оның бәрі ертең іске асқанда мен айта алмаймын, даже қандай тұрғыда біз өзіміздің жағдайымызды дұрыс айтамыз. Келген адам, сіздер бәрібір өз жағдайыңызды финанс тұрғыда дұрыстайсыздар. Бірақ финанстық білімді арттыру ең бастысы болып табылады. Сондықтан өзіңізді мана бастық болу, өзіңізді мана осыны оқуға бейімдеу ең қиын мәселе осы болып табылады. Күнделікті ашып, осы бизнес саласын зерттеп, осыны оқып. Себебі мына жердегі бүкіл оқу ақпарат құралдарын алсаңыз, бұл деген 23 жыл осы инвестиция саласындағы өзінің білімі мен өзінің тәжірибесін салып отыр. Сондықтан келешекте сіздер үлкен табыс көзін алған кездерде сіздің сана сезіміңіз сол табыс көзіне сай болу керек. Сондықтан біз айтамыз, бұл жерде оқу керек деп. Сіздің манағы бұл жерде оқу арқылы өзінің инвесторлық манағы сана сезіміңізді арттырасыз. Ақшаның қалай жұмыс істейтін, нарықтың қалай жұмыс істейтін, ең басты бұл жерде ақша табу емес, ең басты сол тапқан ақшаны сақтау мен көбейтуге үлкен жерде білім жүйесі сізге береді. Сізге қандай да бір өзіңіздің финанстық жоспарыңызды алдағы уақытта құруыңызға. Егер сіз оны игеріп, өзіңіз осыны игеріп алсаңыз, сіз ертең келешегіңізге сіз үлкен құндылығы жоқ білім тастап кете аласыз. Себебі бұл білімді сіз ертең келешегіңізге бермесеңіз, олар ертең бұл құндылықты білмейді. Келген ақшаны түгі жоя береді. Оны сақтап көбейтуді білмесе, сіз өте үлкен қателік істейсіз. Сондықтан бірінші өзіңіз осы бизнес жүйесіндегі бүкіл оқу ақпарат құралдарын игеруіңіз керек. Қалай рыноктың жұмыс істейтінін, бұл жердегі бүкіл осы қандай білім бар, соның бәрін игеріп, сіз келешегіңізде ақшаны мен бірге осы білімді де тастап кетуіңіз керек. Себебі қазіргі таңда білеміз, мына Америкада 2 жылдан астам жекеменшік бизнес жүріп жатыр. Көбісі семьялық тұрғыда кейін өздерінің ұрпақтарына қалып жатыр.
ең алғашқы мына өнеркәсіп орнында үлкен өзгеріс әкелген Генри Форд өзінің машинасын шығарды да, Генри Форд. Генри Форд не деп айтты? Сендер менің бүкіл заводтарымды алып қойыңдар деді. Бәрін алып қойыңдар деді. Сендер менің басымдағы білімді ала алмайсыңдар деді. Оны ешқашан ала алмайсыңдар. Мен қайттан құрам бәрін деді. Вот сондай тұрғыда болу керек. Сіз ең бірінші білімді тастап кетуіңіз керек. Енді қазіргі статистика бойынша Американы алса, сол көптеген кезінде бизнес саласы істегендер өзінің ұрпақтарына тастап кеткендер, міне үшінші поколениеде 95% сол балалары өздерінің активтерін жоғалтып алған. Ол не деген сөз? Олар өзінің активі мен байлығын тастап кетті, бірақ соны игеруді үйреткен жоқ. Сіздер осы оқу ақпарат құралдарын игеру арқылы сіз бірінші құндылық ол осы білім, осы активті қалай ұстап, сақтап, келешекте көбейтуді үйретіп кетсеңіз, сіздің келешегіңіз тек қана оны өсірмесе кемітпейтін болады. Сондықтан бұл жерде айтып отырмын, бұл бизнес тек қана философиядан тұрады деп. Сіз қазір басында әр адам келген адам әрине ол табыс көзін көруге тырысады, тездетіп ақша табуға жағдайын дұрыстауға тырысады. Но біртіндеп сіз бар ықыласыңызбен, бар ниетіңізбен осы бизнеске кіріп, осы жобаны игеріп кеткенде, жүрегіңізбен түсінген кезде, сіз бұл бизнестің философиясын түсінесіз. Бұл жерде үлкен философия жатыр. Сондықтан барлықтарыңызға мен сұрайтыным, білім мәселесіне өте көп көңіл бөліңіздер. Себебі біз бұған дейін еш уақытта бұл істеген жоқ. Бұндай бізде тәжірибе болған жоқ. Сондықтан сіз бірден бұл жерде егер болу арқылы сіздер тәжірибеде отырсыз уже. Білімді сонымен қатар егеру керек. Бұл жерде тәжірибе мен білім бірге жүріп отыр. Сондықтан бизнес мәселесінің бізде үшінші кезеңде тұр. Ол өзіне өзі туындайтын нәрсе. Жаңа мен айттым, сіз уже жүрегіңізбен сезініп, бұл бизнесті әбден сезініп игерген кезде сіз өзіңізде тоқтай алмайсыз. Сіз өзіңізде қолыңызда тұрған мүмкіндікті білгеннен кейін сіз әр адамға соны ұстап тұруға тырысасыз. Шын ниетіңізбен, шын жүрегіңізбен. Вот бизнес деген сол. Бизнес деген жүректен жүрекке бару керек. Бұл жерде ақша мәселесі емес, бұл жерде. Мен, например, қандай да бір адамға айтсам, мен ол жерде ақшаны көріп тұрған жоқпын. Мен ол адамның болашағын көріп тұрмын. Қандай өзгеріс әкелетінін көріп тұрмын. Сондай мақсатта ғана айтамын. Сондықтан сондай дәрежеге жету үшін бұл жерде әрине осы жердегі білімді. Мына жерде айтып отырық қой. Бастауыш ақпарат құралдары $50 тұратын. Алдында 250 келетін, міне бірінен бастап қазір 200 келеді. Сондықтан біздің бұл неге қымбаттап жатыр деген сөз туындайды. Себебі біздегі активтердің өсуіне байланысты ол бірден бір біздің криптонит балының өсуіне әкеп соқтырады. Сондықтан бізде актив өскен сайын бұл жердегі біздің криптониттің де құнының өсуіне әкеп соқтырады. Сондықтан мына жерде қарап отырсаңыз таблицада біраз өзгерістер, біраз пайызға қымбаттағанын көріп отыр. Енді барымша осы бүгінгі тақырыпты жеткізуге тырыстым деп ойлаймын. Барымша өз-өзімді айтқым келді. Неге десең, бұл жаңа бағыттағы бизнес құралдары болғаннан кейін көп нәрсе мүмкін түсініксіз шығар. Но алғашқы кішкене болса да осы бизнестің бағытын бердім деп ойлаймын. Енді келесі сұрақтар мен жауаптар дейді. Қандай да бір түсінбеген сұрақтарыңыз болса, вообще осы бизнес тұрғысында сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Мен жауап беремін. Сұрақтарыңыз бар ма екен? Рахмет, Сағадат. Ниет қойып тыңдаған адамға өте түсінікті дейді. Көп-көп рахмет. Үміт, сізге де рахмет. Тыңдап барымша енді түсіндірдім деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Мен тағы бір ақпаратқа тоқталып кетейін. Осы алдымызда жабық кездесу болады. Соған кімге жабық кездесуге мүмкіндік бар, соларға міндетті түрде жабық кездесуде болуларыңызды сұраймын. Себебі ол жерде кешегі жаңалықтарда көбісін айтпай, сол жабық кездесуге қалдырды.
Сондықтан үлкен жаңалықтарды содан көре аламыз. Неге десеңіз, өзің портфельдегі біраз портфельдер қазір үлкен жұмыс істеп тастады. Базалық направление алсақ, ол жерінде үлкен жаңалықтар келіп жатыр. Толықтай оборудование бәрі қосылып, қазір сынақтан өтіп жатыр деген. Бизнестегі біздегі қай бағыт, бизнес бағытын алсақ та, бәрінде үлкен өзгерістер болып жатыр. Кино саласында да қазір түсірілім қайттан басталды, жалғастырылып жатыр. Негізгі жоспар бойынша жылдың аяғында 2 кинофильм шығарамыз деп отыр. Соның бәрі. Так, кешіріңіздер, мен срочно жауап берейін. Алло, Диас. Не болды? Мына жерде сұрақтар келіп жатыр екен. Так. Сонда дата майнингке кіру үшін 100 юнитпен кіру керек па дейді. Әрине, егер сіз бірінші бастап көрем, үйренем десеңіз, алғашқы базовый тарифпен алып 100 юнитке. Сосын егер кейін жетілдіріп, сізге оның жылдамдығымен, оның мүмкіндігі сізге келмей жатса, онда кейін келесі тарифтің айырмашылығын ғана төлеу арқылы үлкен мүмкіндік беретін тарифқа көшуіңізге болады. Ол жерде адам санын көбейту жағынан болсын, жылдамдығы жағынан болсын, әрбір тариф құны жоғары болғаннан кейін мүмкіндіктері де үлкен болып есептеледі. Бұл бизнестегі сияқты ғой, қандай болса да, неғұрлым ол қымбат тұрса, соғұрлым олардың мүмкіндіктері көп. Сондықтан әрине 100 юнитпен де өзіңіз бірінші базовыйды алып, көріп, үйреніп, кейін егер сол келіп жатса, сонымен қала бересіз, а егер кейін ол мүмкіндік сізге келмесе, онда мүмкіндік үлкен тарифқа көшіп, айырмашылығын төлеп, келесі тарифқа өте аласыз. Сұрақтар пока әзірге түсіп жатыр, тағы соңғы жаңалықтарды айтып кетейін. Енді біз бәріміз білеміз, соңғы бізді өте толғандырып отқан жаңалықтар ол келешектегі үлкен әлемдік биржаға шығу мәселесі. Ол да қазір толықтай өзінің жұмысын атқарып жатыр. Мария Антоника айту бойынша біз өзіміздің туған күнімізде шығамыз дегенбіз, но соңғы жаңалықта Қабырат мырза одан да ертерек шығып қалуымыз мүмкін деді. Сондықтан біраз шаруалар істеліп жатыр, оның көбі жабық кездесуде айтылады. Сосын келесі тағы бір жаңалық, біздің өзіміздің жеке кабинетімізде осы биржаның прототипі дейді ғой, соның баламасы бізге өзіміздің жеке кабинетімізде шығады. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз биржадағы сияқты, ол жерде стаканчик дейміз, график дейміз, соның бәрі болып тұрады. Сіздер ордер ашасыздар, қандай да бір сатылымға өздеріңіздің ұсыныстарыңызды істейсіздер. Баға жағынан өз ұсыныстарыңызды бере аласыздар, кішкене арзандау сатасыз ба, или арзан сатып алғыңыз келе ме, қымбат сатқыңыз келіп, арзан алғыңыз келе ме, соның бәрін сіз өзіңіздің кабинетіңізде өзіңіз істеу арқылы өзіңіз шын биржада отырған сияқты сезімде боласыз да, сол уақытта, сол ақша айналымында сіз отырасыз. Сондықтан бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз келешекте сіз етіңізді, көзіңізді үйрету, осы биржада болу. Себебі бізде қатарымызда көп адамдар биржаның не екенін білмейді. Осы бизнесте тек қана осы бизнес арқылы қазір ақпараттар алып, өздерінің білімін арттырып жатқан адамдар. Бұған дейін ондай неге ешқандай қатысы болмаған адамдар. Сондықтан бізде көп зейнеткерлер бар. Солардың бәріне өзінің кабинетінде осылай жұмыс істеу арқылы, біртіндеп соны өзі істеп көру арқылы біз олардың тәжірибесін арттыру. Ертең үлкен биржаға шыққан кезде олар уже өздерінің түсініктері бар, кішкене еттері үйренген, қорықпай жұмыс істей алатындай, сондайға жағдай істеп, бізде бүкіл мүмкіндіктердің бәрін компания жасап жатыр. Сондықтан соны бағалай біліңіздер. Так, тиімді емес жасау үшін үстіне тағы 150 қосу керек болады ма? Жоқ, бұл жерде 150 қоспайсыз. Сіз 100-ге базовый алсаңыз, кейін 250 болғанда сіз 150 қосасыз. 250 алғанда 150 қосасыз. Кейін қымбаттап кетіп жатса, сол айырмашылығын ғана төлейсіз.
Сондықтан мен айтар едім, егер кім Сағадат, егер келешекте өзінің әлеуметтік желімді мен өркендетем, келешекте осы табыс көзіне мен табыс көрем, осы бизнес құралын тағы бір мен өзім портфеліме қосам десеңіз, онда қазіргі мүмкіндікті пайдаланып, 40% пайыз беріп тұрған бизнес пакетті алуыңызды мен сұраймын. Неге десеңіз, это бизнес пакет ең жоғарғы пакет болып есептелінеді. Ең ішіндегі мүмкіндігі де үлкен, жылдамдығы да үлкен. Сондықтан үлкен мүмкіндік беріп тұр, семейныймен бірдей бағада сатылып жатыр. Сондықтан $100-ға $50 айырмашылығы көп емес қой. Сондықтан үлкен мүмкіндікті сразу алсаңыз, бұл тем более өміріңізге бірінші рет, бір-ақ рет ғана аласыз өмір бойы. Өмір бойы қолданасыз. Ертең балаларыңыз қолданады, семьяңызбен қолданасыз. Сондықтан осы мүмкіндікті пайдаланып қалғаныңыз мен қазір үлкен жеңілдік беріп отыр деп ойлаймын. Ол үшін манағы вип-клубтың мүшесі болуыңыз керек. Ең компанияның шарты болды, 150 юнитке сіз ең мүмкіндігі жоғары тарифті аласыз. Я 7-сіне дейін 150 тұрады, 7-сіне дейін алып қалу керек. 7-сінен кейін 250-ге көтеріліп кетеді. Уже мүмкіндігіңіз, бұл жерде біз бәріміз бизнес саласында инвестор болғаннан кейін, бұл жерде инвесторлық сана сезімде ойлану керек те, әрқашан сол тиімдіктерді пайдалана беруіміз керек. Өзіміз ақшаны үнемдеу білуіміз керек біз. Соның пайдалы жағын, тиімді жағын білуіміз керек. Міне сондай қазір тиімді жағын беріп тұр ма, соны пайдаланып қалуымыз керек. Тағы сұрақтарыңыз бар ма? Сол жаңа айтып кеткенім, сол өзіміздің жеке кабинетімізде шағын өзіміздің биржамыз болады. Онда тек қана бір ғана айналымда бірақ қана біздің өзіміздің криптонеттің босанған балдары ғана болады. Соны сату арқылы біз өзіміздің саудамызды істейміз. Ертең үлкен биржаға шыққанда, онда бүкіл әлемдік тұрғыда бүкіл бизнес саласындағы біздік сияқты басқа да секретті токендер болады. Болмаса крипто направление болады. Сондықтан ол жерде үлкен ұсыныстар көп болады. Соның бәрін келешекте біз игеріп үйренуіміз керек. Мұңдық, сізге де көп рахмет. Егер қандай да бір кішкене болса да өзімнің білімімді берсем, жақсылық деп ойлаймын. Сол енді бүгінгі компанияның жаңалықтары өте көп, кейбірде үлгермей жатамыз. Сондықтан қазір кім алғашқы қадам басып жатыр осы бизнесте, ешқандай вебинарды қалдырмауға тырысыңыздар. Неге десеңіз, қазіргі жаңалықтар кейбірде үлгеру, біз өзіміз осы бизнес саласында жүрген кейбірде адамдармен жұмыс істеп, кейбір вебинарлар жіберіп алсақ, соның өзінде біраз нәрседен қалып қойғандай сезімде боламыз. Келіп жалма-жан кейінгі записін тыңдап сөйтіп жатамыз. Сондықтан мен бұл жердегі алғаш келген адамдарға былай айтар едім. Неге десеңіз, бұл үлкен жоба. Басқа бизнес саласына қарағанда, басқа бизнес саласы тек қана ақша мәселесін көбейту болғаннан кейін сізге мынандай білім мәселесін қатты көп ұсынбайды. Сіздерден қатты сұрамайды мұндайда. Мына біздің бизнес саласы инвестициялық бизнес болғаннан кейін және бүкіл бизнес саласын бәрін жаңадан, осы әлемдік тұрғыда жаңадан біз бастап жаңадан істеп жатқаннан кейін көп нәрсенің бәрі соңғы жаңалықтарға, соңғы өзгерістерге байланысты. Сондықтан оны игеру үшін сіз толықтай информацияда отыруыңыз керек. Бұл бір. Екіншіден, осы жердегі білім саласын сіз жібермей оқып отыруыңыз керек. Сіз алғашқыда сізге қиын болады. Ең қиын мәселе не? Қиын мәселе өзімізге бастық болу қиын. Ең қиын нәрсе біздің өмірде. Потому что біз өмір бойы үйреніп кеткенбіз, үстімізде әрқашанда бастық тұрады. Жұмысқа мен сіздерге ертең барма десем барасыз ғой. Неге бармайсыз? Потому что бастығыңыздан қорқасыз. Екінші мәселе, сіз жұмыстан шығарып тастайды. Сондықтан сіз барасыз. Мына жерде сіздің үстіңізде бастық тұрған жоқ қой, сіз өзіңіз бастықсыз. Бұл жерде ешкімге жауапты емес, сіз өзіңіздің бизнесіңізді істеп жатсыз. Сондықтан осы жердегі білімді алып, неге десеңіз, бұл жерде біз айтып отырмыз қой, келешекте сіздің өз жағдайыңыз дұрысталады, бүкіл ұрпағыңыздың жағдайын дұрыстап кетеңіз деп сондай жобаны ұсынып тұрғанда сіз қалай оған талпынбайсыз? Сондықтан осы жерде ең басында ауыр болады, шын айтамын. Вебинарды тыңдайсыз, түсінбейсіз. Неге десеңіз, миыңыз ондай жаңа информацияларды қабылдай алмайды. Қандай да бір процентін ғана қабылдайды. Но егер де сіз өзіңіз көтермелеп, қандай да болып жатқан осы біздің жобадағы бүкіл
вебиналарды, бүкіл жаңалықтарды тыңдап, оқу құралдарын оқып отырсаңыз, біртіндеп соған келесіз. И содан кейін сіздің манағы санаңыз өскеннен кейін сізде манағы орысша айтқанда голод дейді ғой, аштық пайда болады. Әрбір информацияны алыңыз, сол аштыққа дейін сізге жету керек. Сол аштыққа жеткеннен кейін сіз келесі вебинарды күтіп жүресіз. Қашан болады деп. Көбісіне күтеді манағы, бізде Марина Антоненко күтеді. Өте көп мағлұматтар береді манағы криптоэкономика саласында. Енді ол кісіні бәрі күтіп жүреді. Сондықтан әрбір сіз вебинарды күтіп жүресіз, итоговыйды күтіп жүресіз, жабық вебинарды күтіп жүресіз, қашан болады деп. Егер де көре алмай қалсаңыз, өкінішті болып, соны қайталап көруге тырысып жүресіз. Вот сол дәрежеге жеткеннен кейін сіз ары қарай өзіңіз сізде өсу пайда болады. Вот соған дейін жетіп алсаңыздар, ары қарай уже осы бизнесті игеріп, ары қарай соған үлкен жүрекпен істейтін боласыз. Сол дәрежеге дейін өзіңізді қинап, басында ұйқыңыз келеді тыңдасаңыз, енді бұл бұрын соңды істеп көрмеген нәрсе ғой. Сондықтан әрбір адамға қиындау болады. Но егер сіз қалмай өзіңізді қинап, осы алғашқы уақытта алғашқы қадамыңызды солай бастасаңыз, кейін үлкен өзіңіздегі өзгерісті байқамайсыз. Үлкен өсім пайда болады. Так, Майра, сіздегі слайдты алуға бола ма дейді. Майнұр, телефоныңызды жазсаңыз, немесе менің телефонымды жазайын. Мынау менің телефоным. Егер WhatsApp нөміріңізді жіберсеңіз, мен сізге бұл слайдты жіберемін. Тек қана бірақ қана сұрақ болды, пакет жайында қалай алуға болады деген. Басқа ешқандай сұрақ көріп тұрған жоқпын. Егер сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі ақпарат осындай. Енді компаниямызда жаңалықтар өте көп. Алдағы уақытта өте тартымды, тиімді, үлкен жаңалықтар күтіп тұр. Соның ішінде осы алдымызда болатын жабық вебинарды күтудеміз. Үлкен жаңалықтарды айтады. Сосын бұл жердегі жаңадан келген мен адамдарға айтарым, әрине әрбір жобаға келгенде сенімсіздік пайда болады. Мен айтар едім сіздерге, бірінші күннен бастап сенімсіздікті алып тастауыңызға болады. Неге десеңіз, бұл жобаға келгеннен кейін сізге ай сайын осы жобада істеліп жатқан ай сайынғы есеп беріліп отырады. Кеше бізде июль айында болған қандай осы біздің жобадағы өзгерістер, қандай жаңалықтар болды, соның бәрін бізге айтып, қандай ақша түсті, қандай салаға салынды, қандай тағы бизнес көздерін ашып жатыр, соның бәрінде есеп беріліп отырады. Сондықтан мен бірден бір компания көрген емеспін, өздерінің салымшылардың алдында ай сайын есеп беріп отырады. Өткенде жарты-жылдық уақытта істелінген шараға есеп берілді. Сондықтан бұл жерде мен сіздерді бір ғана мәселемен қазір айтайын, сенімдіктеріңіз сразу сенімсіздіктеріңді алып тастау үшін. Біздің заңды департаментінде Айгерім Берекешева деген біздің қазақ қызы істейді. Осы былтыр ноябрь айынан бері бізбен жұмыс істеп жатыр. Біздің қазір юридический департамент өте мықты. Неге десеңіз, біз алғашқы қадам істеп жатқаннан кейін, көп салада бұл алғашқы жаңалықтар болғаннан кейін, ең бірінші заңдылық тұрғыда бұның бәрін дұрыстау керек, жүйелеу керек. Сол жүйелеуде біздің қазір заң департаменті үлкен жұмыстар істеп жатыр. Неге десеңіз, жұмыс жан-жақты жүріп жатыр бізде. Айтып отырмын, криптоэкономика саласында биржаны ашу, блокчейнді заңдастыру, біздің токендарымыз шығып жатыр. Соның бәрін логотиптерін заңдастыру, оларды рынокқа дайындау, онымен қатар біздің портфельдегі қаншама бизнес саласы бар. Солардың арасындағы қарым-қатынас пен келісім шарттар. Соның барлық тұрғыда осы біздің заңдылық департамент үлкен шаралар, үлкен жұмыстар істеп жатыр. Енді қараңыз, Айгерім Берекешева деген Америкада оқу бітірген. Үлкен америкалық үлкен корпорациялар жұмыс істеп тәжірибе жинақтаған. Содан кейін осыдан 10 жыл бұрын өзінің юридический өзінің компаниясын ашқан. Енді оның командасы өте үлкен, өте мықты командасы. Бұл компания Араб елінде де, Азия мемлекетінде де, Европада да, СНГ-да да
Америка құрама штатында өте танымал компания. Осы өзінің манағы заңдылық тұрғыда өзінің жұмыс істеу саласында. Сондықтан бүкіл әлемге танымал болған компания. Енді өзіңіз ойлаңызшы, қазір сол манағы енді үлкен маман ғой, енді үлкен заңгер, 10 жылдан астам тәжірибесі бар. Сол адам бізге қазір келіп бізбен жұмыс істеп жатыр, бізбен серіктес болып жатыр. Енді қалай ойлайсыздар, біздің компания қандай да бір дұрыс болмаса, егер қандай да жағынан заң бұзушылық болса, ол кісінің қолында бүкіл біздің құжаттарымыздың бәрі бар ғой, әсіресе келісім шарттар, істелініп жатқан шаралардың бәрі. Ол кісі зерттеп отыр бәрін. Енді сіз қалай ойлайсыз, 10 жылдық өзінің білімі бар, тәжірибесі бар адам заңдық тұрғыда, егер біздің компанияның қандай да бір жағымсыз жағдай болды, немесе болашағы болмаса, біліп алар еді ғой. Сондықтан ол кісі бізбен қазір жұмыс істеп жатқаннан кейін, бұл заңдық тұрғыда ол кісі заңгер ретінде біздің бизнестің ашық, таза, айқын екенін көріп, бізбен қазір жұмыс істеп жатыр. Сондықтан осы бір ғана осы мысалдың өзі мен ойлаймын жеткілікті деп. Екінші мысал айтып кеттім, бұл жерде біздің жоба ай сайын сізге есеп беріп отырады деп. Сондықтан сіздер ешқандай алғашқы қадамды ешқандай бірден сенімдікпен бастағандарыңызды сұраймын да. Егер сенімдеріңіз жоғары болса, сіз тез үйреніп, тез жобаны игеріп кетесіздер. А сенімсіздік болса, әрине адамның аяғы баспайды алға қарай. Сондықтан бірден бұл жобаны қабылдап, айтып отырмын, бұндай жоба әлемдік тұрғыда жоқ деп. Себебі сіз бір ғана салыммен бүкіл осы бизнес саласында қандай бағыт бар, соның бәрін қолыңызда ұстап отырсыз. Одан артық қандай бизнес керек, мен түсінбеймін. Сіз бір ғана салыммен бүкіл бизнес саласын ұстап отырсыз. Портфельді алатын болсақ, бүкіл келешекте үлкен табысқа келетін үлкен келешегі бар маңызды жобалардың бәрі бар. Қазір міне тез табыс көзіне әкелетін бизнес көздеріне салып жатыр. Одан кейін қазіргі цифрланған экономика келетін болсақ, цифрланған актив, биржа деп жатыр, блокчейн деп жатыр. Соның бәрі өзіміздікі, өзіміздің компанияның. Біз толықтай өзіміз егерміз. Соның ішінде сіздер осы жобаға келгеннен кейін сіздер соның бәріне егерсіздер. Егерлік деген не береді? Егерліктен келешекте сіз оны ұрпағыңызға мұрагерлікке тастап кетесіз. Сондықтан мен басқа сіздерге ешқандай сөз айта алмаймын. Одан артық бизнес көріп тұрған жоқпын. Сондықтан бірінші күннен бастап беріліп, үлкен сенімдікпен осы жобаны бастауларыңызды сұраймын. Ең бастысы әрине бұл жерде білім мәселесі. Оқып, тырысып, осы жобаны толықтай зерттеп игеріп алуларыңыз керек. Сұрақтарыңыз болмаса, барлықтарыңызға көп рахмет айтамын. Осы бүгінгі онлайн вебинар комнатына кіріп, осы жоба туралы тыңдағандарыңызға, соңғы жаңалықтармен танысқандарыңызға. Енді келешекте сіздерге сәттілік тілеймін, бизнестеріңіз алға жылжысын. Сосын тағы бір айтып кетерім, осы сөзімнің аяғында, біз негізі бұл бизнесті өзіміздің айналамызға ұсыну арқылы біз ол адамдарға үлкен мүмкіндік ұсынып жатыр. Соны сіздер үлкен түсіністікпен қараңыздар, үлкен сеніммен. Себебі біз ол адамдардың келешекте өмірін өзгерте аламыз. Сондықтан сіздер үлкен сауап жасап жатсыздар. Осы жағынан бизнеске осындай көзқараспен келіп, осылай қандай бір адамға көмек істеуге тырысыңыздар. Ақша былай да келеді сіздерге. Мен шынын айтамын. Сіз ақшаны былай да табасыз. Бірақ сіз айналаңыздағы адамдардың қанша адамның өмірін өзгерте аласыз. Сол мәселесіне көп көңіл бөліңіздер. Егер де қандай бір өзіңіз көршіңіз жолдасыңызға келіп, осы жобаны айтып, даже қазір бастап жатсаңыз да, сенбесеңіз де айтыңыздар. Мен өз басым сенем, осылай салдым. Кір деп те айтпаймын, ақша сал деп айтпаймын. Бірақ осы мүмкіндікті зерттеш, біл, өзіңнің көзің жеткіз деп сөйтіп айту керек. Сондықтан осы кеше Хабарат өзінің соңғы кездесуінде айтты ғой. Өздеріңіз ойлап қараңыздар, сіз жолдасыңызға айтпасаңыз, ертең сіз табыс көзін тауып жатқанда сізге келіп айтады ғой. Сен осыны біліп тұрып, неге маған айтпағансың дегенде, сіз қандай сезімде болар едіңіз деп. Бұл сондай сезім туындамау үшін сіздер өзіңізден жауапкершілікті шешу үшін мен кейде айтамын, айтпай жаманатты болғаннан айтып жаманатты болыңыздар. Ертең сіз айтып сенбей, кейін ақша тауып жатсаңыз келсе айтасыз ба, мен сендерге айтқам, сенбеген өздеріңнен көр деп. Сондықтан айтып жаманатты болған өте, айтпай жаманатты болған қарағанда, айтып жаманатты болған жақсы деп ойлаймын. Сондықтан осы бизнеске өте жауапкершілікпен келгендеріңізді сұраймын. Сосын өзімнің сөзімнің соңында, енді біз бәріміз инвестормыз ғой. Инвестор болғаннан кейін түсіне білу керек. Инвестор деген ол қандай да бір салым істегеннен кейін күте білетін адамдарды біз инвестор дейміз.
асықпайтын адамдар. Мен көбісіне мана бізде келіп адамдармен мана кеңседе жұмыс жасағанда мен айтам көбісіне, әрбір адам бір пенсияны табу үшін 45 жыл өзінің манағы еңбек жолын өту керек екен. Мен айтам, сіздерге 45 жылдың орнына мен сіздерге айтам, 4,5 жыл шыдаңыздаршы деп. 45 жыл шыдап жүрген адамдарға 4,5 жылда шыдауға болатын шығар деп. Үлкен табыстың көзін көру үшін. Сондықтан инвестор деген ол манағы қандай да бір салым істегеннен кейін 5 жылдан артық күтетін адамдарды біз инвестор деп айтамыз. Енді сөзімнің соңында мен Уоррен Баффеттің сөзімен аяқтағым келеді. Финанс нарығы дегеніміз не? Бұл шыдамсыз инвесторлардан шыдамды инвесторларға ақшаның тұрақты бөлісін айтамыз. Тыңдап алыңыздар. Шыдамсыз инвесторлардан шыдамдыларға ақшаның тұрақты бөлісі. Сондықтан сәл шыдамдылық керек. Егер шыдамдарыңыз болса, тұрақты ақша бөлісі сіздерге әрине келеді, жетеді. Сондықтан бұл жердегі ең басты мәселеміз манағы қатарымызды көбейту, адамдарға осы мүмкіндікті қолдарына ұстату болып табылады. Сондықтан барлықтарыңызға сәттілік. Бизнес осы биржаға дейін бізде азғантай ғана мүмкіндік қалды. Осы кабинет арқылы адамдарға криптовалюта алдыру, одан кейін ондай мүмкіндік болмайды, тек қана биржада ғана болады. Сондықтан осы қалған уақытта бәріміз жақсы жұмыла жұмыс істейік, қатарымызды көбейтейік, адамдарға үлкен мүмкіндіктер берейік, сол үшін атсалысайық. Барлықтарыңызға сәттілік, бизнестеріңіз жүре берсін.